Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз жылдам әзірленетін 15 минутта дайын болатын тағам әзірлейтін боламыз, және де жылдам түскі ас. Ең алдымен біз асқабақтарымызды осылай жуып, тазалап алатын боламыз. Одан кейін асқабағымызды тураймыз. Мінекей осылай. Одан кейін картошкамызды кішкене жұқалап турайтын боламыз. Өйткені жылдам пісу үшін кішкене жұқалап тураймыз. Одан кейін болгар бұрышын жандуды. Одан кейін пиязымызды турап аламыз. Осылай барлығын турайтын боламыз. Одан кейін май құйып, жандуды, пиязды, болгар бұрышын салып, қормалайтын боламыз. Одан кейін тұзымызды салып, араластырамыз. Мінекей дәл видеодағыдай осылай араластырып, үстіне жаңағы картошкамызды және де асқабағымызды салып араластырып, кішкене пісіріп алатын боламыз. Үстін ашып, кішкене араластырып, үстіне тұз салып, одан кейін араластырып, осылай бетін жауып 15 минут бұқтыратын боламыз. Міне бұқтырып алдық. Біздің жылдам әзірленетін тағамымыз дайын. Тәрелкемізге салып аламыз. Міне осылай. Міне біздің жылдам әзірленетін небәрі 15 минутта дайын болатын тағамымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Ұнаса лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге сәттілік ас болсын.